Бүгінгі сабағымыз электродинамика, яғни магнетизмге байланысты. Магнит өрісі, әрине магнит болғаннан кейін магнит өрісі болады. Яғни магнетизмнің алаңы, сол жерге бір зарядтар нелер келсе, оларға бір күш әсер етеді. Сол алаңға магнит өрісінің алаңы болады. Магнит негізі қалай? Бізде қолдан жасалған магниттер болады. Bir жағы қызыл, bir жағы көк. Қызыл жағын біз N дейміз, көк жағын S дейміз. Ағылшынша North South деген сөзден шыққан магнит өрісінің бағыттарын біз білеміз. Магнит өрісінің бағыттарын біз білеміз. Мен мынаны қызылмен бояйын. Мына жағын N деген жағы қызыл болады. Және көк жағы S South, сол көкпен белгіленеді. Осы жерде бізде магнит өрісінің бағыты болады. Магнит өрісінің бағыты қалай бағыт алады? Ол қызылдан шығады да көкке барады, бағыты мынандай болады. Mesela электр өрісі сияқты, электр өрісінің бағыты бар, магнит өрісінің де бағыты болады. Бұл қолдан жасалған магниттер. Әрине табиғатта табиғи магниттер бар, тау тастарда тастар болуы мүмкін, сондай. Енді бұл жерде бұл туралы көп әңгіме қозғамаймыз. Бұл жерде қолдан жасалынатын тағы да магнит өрісі қалай пайда болады? Сол туралы көбінесе сөз қозғаймыз. Оқып көрейік. Магнит өрісі деп өткізгіштердің электр тоғымен өзара әсерлесу нәтижесінде жүзеге асатын материя түрін айтады. Яғни бұл жерде тоқ күшімен байланысты. Бұл жерде ең маңызды сөз, ключевой сөз бұл жерде тоқ көзі. Көрдіңіздер ме? Өткізгіш, ол сым болуы мүмкін. Оның ішінен тоқ өтіп жатса, сол магнит өрісімен әсерлеседі екен, немесе магнит өрісін тудырады екен. Электр тоғы бар түзу өткізгіштің магнит өрісінің бағытын оң бұрғы ережесімен анықталады. Яғни бір сым бар мынандай, оның ішінен тоқ өтіп жатыр. Осы тоқ өткен кезде бұның айналасында магнит өрісі пайда болады. Сол магнит өрісінің бағытын табу үшін бұрғы ережесін қолданады екен. Бұрғы деген міне суретін көріп тұрсыздар. Мынау бұрғы. Мына темір жағы ол тоқтың бағытын көрсетеді. Тоқ күшін I дейік. Сосын оңға қарай бұрсақ, бұл нені білдіреді? Магнит өрісінің бағытын. Магнит өрісінің бағытын, өткен магнит өрісі деген ол векторлық шама бағыты болу керек. Мына суретте, бірінші суретте қарап отырсаңыздар, мынау тоқ күшінің бағыты, яғни бұрғының темірін осыған тоқ күшімен бағыттаймын. Оңға бұрған кезде сағат бағытымен, мынау сағат бағытымен бағытталған, бұл магнит өрісінің бағыты. Мысалы, мына жерде магнит өрісі төмен бағытталған. Мына жерде оңға бағытталған дегендей. Осылай бұрғы ережесімен бағытын табуға болады екен, анықтауға болады. Енді магнит өрісі дедік, енді физикада оны қалай анықтаймыз, қалай белгілейміз? Оны B деген әріппен белгілейміз, және оны магнит индукциясы дейміз. Мысалы, заряд болса, зарядтың айналасында электр өрісінің кернеуі бар, E деген. Сол сияқты бұл жерде бір жерден тоқ өтіп жатса, ол тоқтың айналасында магнит индукциясы пайда болады екен. Біз жаңа жалпы алдында магнит өрісі дедік, енді нақтылай келе ол магнит индукциясы екен. Бағанан бері біз бағытын көрсетіп жатқан, ол магнит индукциясы, және B деген әріппен белгілейміз. Ол не дейді? Магнит өрісінің тоғы бар өткізгішке бағытталған күштің. Яғни күш бұл жерде, күш болады екен. Сым болғаннан кейін өткізгіш болғаннан кейін ұзындығы болады, және одан тоқ өтіп жату керек. Оны мынандай өрнекпен белгілеуге болады екен. Магнит индукциясы тең болады күш бөлінген тоқ күші және ұзындығы. Сымның өткізгіштің ұзындығы. Бұған қайтадан келеміз бұл формулаға, кейін жақсылап түсіндіреміз. Бұл жерде білу керектеріңіз магнит индукциясы, ол B деп белгілейді. Магнит өрісінің индукциясы, магнит индукциясы дейді. Оның өлшем бірлігі Тесла. TL деп қысқаша айтады. Бұл Тесла. Бұны ұмытпаңыздар, бұл жаңа физикалық шама. Жалғастырайық. Жаңа біз айттық, бағытын бұрғыны оңға қарай бұрып, бағытын анықтай аламыз магнит индукциясын. Бұрғы арқылы тек қана бағытын анықтаймыз. Енді, мысалы мынандай бір түзу ұзын өткізгіш бар, сым бар, тоқ өтіп жатыр, оның R деген қашықтықта оның магнит индукциясы неге тең? Ол мына формула. Бұл жерде әрине физика формуларында байқаған шығарсыздар, әрі көбінесе электр өріс кернеу болсын, бүкіл әлемдік тартылыс күші болсын, барлық жерде не жүреді?
бір тұрақты сандар. Бұл жерде де тұрақты сандар бар. Ең маңыздысы ток күшіне тура пропорционал және ара қашықтыққа кері пропорционал. Осыны есте сақтау керек. Енді бұл жерде бағыттар өте маңызды. Векторлық шама болғаннан кейін оңға, солға оны біз сызып көрсете аламыз. Оңға бағытталған, немесе солға бағытталған, жоғары бағытталған магнит индукциясы, төмен бағытталған, оны көрсету оңай, түсіндіру оңай. Ал егер осы экранға немесе сіздердің дәптерлеріңіз ішіне бағытталған болса магнит индукциясы, оны қалай белгілейміз? Оның да физикада бір жолы бар. Крестик дейміз, немесе X дейміз, немесе көбейту, немесе плюс деп айтады. Осындай таңба қолданамыз. Қасында B деп тұрса, магнит индукциясы осы дәптердің ішіне бағытталған. Ішке қарай, мен жазып қояйын. Ішке қарай бағытталған. Осы дәптердің ішіне, мына экранның ішіне бағытталған тура. Ал егер сыртқа бізге қарай бағытталған болса, ол кезде біз дөңгелек ортасында нүкте қоямыз. Бұл магнит өрісінің, магнит индукциясының сыртқа қарай бағытталғанын білдіреді. Сыртқа деп қысқаша жазып қояйын, түсінікті болсын деп. Енді бұл жерде мән беретін нәрсе, бұл екі символ, плюс таңбасы, нүкте таңбасы дөңгелектің ішінде, олар тек қана магнит индукциясы үшін қолданбайды. Ол басқа күштер үшін де қолданады. Кез келген нәрсеге бұны қолдана аласыздар. Мысалы, былай тұрса, бұл күштің ішке бағытталған, ішке қарай. Нүкте болса, қасына F деп тұрса, F күш білесіздер, ол сыртқа бағытталған күш, бізге қарай. Мысалы, I деп тұрса, бұл ток күші, ол ішке бағытталған. Нүкте болса, ток күші сыртқа бағытталған. Бұны кез келген физикалық шамаларға қолдануға болады. Енді мына формуланы қысқаша айта кетейік. Бұл формуланы ұбт-да көп кездескен жоқ, бірақ бұны білулеріңіз керек. Бұл теңдеуді бағана бұрғы арқылы бағытын анықтайсыздар, мына формула арқылы магнитудасын, сандық мәнін есептейсіздер. Енді ампер күші деген бір қосымша күш бар, физикалық шама. Ол не ол? Ол мынау. Егер сізде өткізгіш бар, сым, мынандай сым, оның ішінен ток өтіп жатыр. Осы денені, осы затты бір сыртқы бір магнит өрісіне әкеп қойсаңыз, немесе қасына бір магнит әкеп қойсаңыз, N мына жағда, S мына жақта, немесе бір магниттің қасына жақындатсаңыз, бұл сымға күш әсер етеді. Осы сымға, осы денеге күш әсер етеді, өйткені одан ток өтіп жатыр, және бұл жүйе бір сыртқы бір магнит өрісінде бар орналастырсаңыз, бұған күш әсер етеді. Бұны ампер күші дейміз. Неге ампер дейміз? Ампер ток күшінің өлшем бірлігі білесіздер. Сол үшін бұл формуланы солай ыңғайлы, оңай жаттап алсаңыздар болады. F тең бил, мен қысқаша бил деп жаттаймын. BIL. B деген магнит индукциясы, I деген ток күші, L деген сол өткізгіштің сымның ұзындығы. Осыны көбейтсеңіздер, күш шығады. Қандай күш? Сандық мәні шығады. Енді бағытына келейік. Бұл күш болғаннан кейін оның бағыты болу керек. Ол үшін сол қол ережесін қолданады. Сол қолды аласыздар. Мына төрт саусақтың, мына үлкен бармақты 90 градус қылып ашасыздар, жайып, бүйтіп. Осылай жайып ашасыздар. Және мына төрт саусақ, оны жаттап алу керек. Бұл төрт саусақ ток күшінің бағытын көрсетеді. Суретте де көрсетілген ток күшінің бағытын көрсетеді. Одан кейін алақанның ішіне, алақан ғой, алақанның ішіне қарап, тіке перпендикулярын, ол магнит индукциясының бағытын көрсету керек. Біз білеміз, ток қайда өтіп жатқан, магнит өріс индукциясының бағытын білсек, күшті анықтай аламыз. Төрт саусақты токтың бағытына бағыттаймыз. Сондай бұрып отырып, регулировка дейміз, орысша айтқаныңызда, бұрып отырып, алақанның ішіне қарайтын жағдайға келтіреміз магнит индукциясын. Сосын үлкен бармақ қай бағытта болады? Сол бағытта күш болады. Суретте анық көрсетілген. Бұл жерде тағы да бір мән беретін нәрсе, күш пен магнит индукциясы және ток күшінің арасы 90 градус болу керек. Мына жерлердің барлығы 90 градус. Перпендикулярның барлығы бір-біріне. Мына жер 90 градус, мына жер 90 градус, және күш пен ток күшінің арасы да 90 градус. Перпендикулярны барлықтары. Үшеуі де бір-біріне. Ток алақанға тіке перпендикулярны ішке қарай ол магнит индукциясы, үлкен бармақ ол
күшті көрсетеді. Егер 90 градус болмаса не істейміз? 30 градуспен орналасқан, 20 градуспен, 50 градуспен, ол кезде не істейміз? Ол кезде бұл теңдеуге не істейміз? 90 градустық компоненттерін алуымыз керек, проекцияларын алуымыз керек. Ол косинусқа немесе синусқа, қайсысын синусқа немесе косинусқа көбейткен кезде 90 градус болатын проекциясын аламыз. Ол көбінесе синус болып келеді. Есептерде BIL көбейтеміз, синус болып келеді. Синус альфа дейміз. Егер күштер немесе магнит индукциясы 90 градус болмаса, белгілі бір бұрышпен болса, онда тек қана осы теңдеуді синус альфаға көбейтеміз. Есеп шығарып көрейік. Бір текті магнит өрісіне орнатылған тоғы бар. Суретте тоқ бізге бағыттаған нүктені көрдіңіздер. Мына нүкте тоқ екен. Ай бізге қарап тұр. Түзу өткізгішке әсер ететін ампер күшінің бағыты. Енді қараңыздар. Біз магнит индукциясының бағытын анықтайық. Ол N-нан S-ке бағытталады деп білесіздер. Мынау B-ның бағыты. Енді қараңыздар. Саусақты алам. Тоқ бізге бағытталған. 4 саусақ маған қаратам. Магнит индукциясы суретте оңға бағытталған, яғни алақанның ішіне. Міне қараңыздар, алақаным міне мына жаққа бағытталған оңға. Үлкен бармақ жоғары көрсетіп тұр. Демек, бұл жерде күш жоғары бағытталған. Бұл жерде мына өткізгішке күш жоғары бағытталады екен. Жауабы жоғары. Б нұсқасы болады. Тағы бір есеп шығарып көрейік. Егер өткізгіштің актив бөлігінің ұзындығы 0,1 метр, ұзындығы белгілі, тоқ күші белгілі 50 ампер болғанда өткізгішке индукциясы 10 милли тесла магнит өрісі әсер ететін күш. Бұл қарапайым бір ғана формула, бил деген, жаттау оңай, бил деп аламыз. F тең болады. B деген бізде 10 милли, оны тесла қылып жазамыз, милли бізге керек емес, өйткені халықаралық стандартта, бірліктер стандартында тоқ күші 50, ұзындығы 0,1. Осы жерде қарасаңыздар, 5-тен басталатын сан. Ол түсінікті, қалған барлығы 0-дер, 10-дар, 5-тен басталатын сан шығады, ары қарай шығарудың қажеті жоқ деп ойлаймын. 5 деген, Е деген жауап 50 миллиньютон шығады екен. 50 миллиньютон, немесе ары қарай шығаратын болсақ, соғына дейін 10 мен 0,1 көбейтсек ол 1 болады. Жауап 50, оның минус 3 дәрежесі ньютон шығады, немесе ол 50 миллиньютон шығады. Осылайда соғына дейін шығарсаңыздар болады. Үшінші есеп. Ұзындығы белгілі, тоқ күші белгілі, күш белгілі, арасындағы бұрышта белгілі, магнит өрісін индукциясын табу керек. Магнит индукциясы біз білеміз. Бұл жағдайда бил деген форманы қолданамыз. Синус альфасымен бірге, өйткені альфасы бар, бұл жерде бұрыш бар. Осы жерден магнит индукциясы неге тең? Күш бөлінген IL синус альфа. Бірінші формуламен жазып алдық, енді сан мәндерін қоямыз. 0,4 бөлінген тоқ күші 2, ұзындығы 40 сантиметрмен жазамыз, ол 0,4. Синус 30, ол 0,5-ке тең. Енді қараңыздар, қайтадан бұны да тез шығаруға болады. 2 мен 0,5-ті көбейтсек 1 шығады, 0,4 пен 0,4 қысқарады, жауап 1 шығады екен, 1 тесла. С нұсқасы. Төртінші есеп, келесі есеп. Индукция берілген, бір текті магнит өрісінің қойылған қабырғалары 10 см және 5 см 200 орамнан тұратын катушкадағы тоқ күші 2 болса, 2 ампер, өрістің оған әсер ететін ең үлкен айналдырушы момент. Енді қараңыздар, бұны қысқаша түсіндіріп кетейін. Катушка дегеніміз ол мынандай бір рамка, былайынша айтқан кезде. 5 см және 10 см ұзындығы. Бұл жерде тоқ өтіп жатыр. Тоқ мысалы мына жерде жоғары бағытталса, мына жерде солға бағытталады, мына жерде төмен бағытталады, ең астында ол оңға бағытталады. Және бұл магнит өрісінде орналасқан. Магнит өрісі мысалы перпендикуляр ішке қарай бағытталсын. Мысалы X болсын. X болсын. Енді бұған күш әсер етеді. Бұған күш әсер етеді. Күш өйткені магнит өрісі бар, тоқ күші бар, және бұған күш әсер етеді.
күш әсер еткеннен кейін ол былай айналады. Оңға немесе солға ол бағытына байланысты. Мысалы біз оң жақ, мына жағын қарастырайық. Күш қалай әсер етеді? Міне, 4 саусақ жоғары қараттық. Магнит өрісі ішке қарай. Демек, алақаным ішке қарап тұрады. Міне, ішке қарап тұр, сіздерге қарап тұр. Күш үлкен саусақ оңға қарап тұр. Оңға қарап тұр. Мынаған мына бағытта күш әсер етеді. Солға қарай күш әсер етеді. Демек, мынаған оңға қарай күш әсер етеді. Сол үшін бұл айналады. Айналады. Мынаған әсер ететін күш, мына ұзындығына әсер ететін күш. Ол неге тең болады? BIL-ға. F тең BIL деген формула. Оны мына жер иін болып саналады. Бұл иін 5 сантиметрдің жартысы. 5 сантиметрдің жартысы, оны мен D деп есептейін, D бөлінген 2. Мына жағына BIL деген күш әсер етеді. Мына жағына да BIL деген күш әсер етеді. Қарама қарсы бағытта ол айналдырады. Демек, жалпы 2 момент күші бар. Сондықтан мына жерде бұл күш болатын. Күш моменті енді не болды? Бір жағын ғана жазайын. Әзірге BIL көбейту D бөлінген 2. Осындай екеуі бар. 2 бағытта толық күш моменті 2-ге көбейтем. BIL көбейту D бөлу 2. Сонда BIL көбейту D деген теңдеу шығады. Әрине бұл бір рам күшін жаздық. Ол көп болса ол катушка дейді, және 200 орам бар. Демек, бұл 200-ге көбейтеміз, N-ге. Әр қайсысына да күш әсер етеді. Сонда мынандай формула шықты. BIL көбейту D көбейту N. Есепті шығарайық. Магнит индукциясы 0,5, ток күші 2, L 10 см 0,1 метр, 5 см 0,5, көбейтеміз N 200. 200 шығады. Осы жерден есепті шығаруымыз керек. Барлығын көбейтеміз. 200 бар. Жауабы 1 шығады. Жауабы 1 ньютон көбейту метр. Бұл нұсқасы. Бұл шамалы күрделі есеп, былайынша күрделі емес. Күшті иініне көбейтеміз. Иіні жаңа бір қабырғасының жартысы болады, өйткені ол ортасынан айналады. Және ол 2 күш, 2 шетіне әсер етеді, сондықтан соңында 2-ге көбейтеміз. Және орам саны бойынша көбейтеміз тағы да. Өйткені әр қайсысына сондай күш әсер етеді. Ол ампер күші туралы айттық. Енді Лоренц күші деген бар екен. Ампер күшін жаттау оңай. Ампер бар, формулада ток күші бар. BIL. F тең BIL. Енді Лоренц күші. Лоренц күші дегеніміз не? Бағана өткізгіштен ток өтіп жатыр, ол сыртқы бір магнит өрісіне әкелінеді, сол жерде күш әсер етеді. Ал егер бір заряд болса, Q деген заряд, V деген жылдамдықпен бір сыртқы магнит өрісіне келсе, немесе сол жерге орналастырсақ, жылдамдығы болу керек оның. Сол кезде оған F деген күш әсер етеді. Сонда BQV деген формула шығады. Магнит өрісі көбейтеміз зарядқа, көбейтеміз жылдамдыққа. Осы кезде сол зарядқа әсер ететін күш пайда болады. Оны Лоренц күші дейді. Күш болғаннан кейін бағыты бар. Бағыты үшін қайтадан сол қолды қолданамыз. Алақанның іші ол суреттегідей магнит индукциясын көрсетеді бағыттан. Ол бағанағы ампер күшінде сондай еді. 4 саусақ ол бізде ток күшін көрсететін еді, ампер күші үшін. Бұл жерде жылдамдық зарядтың бағыты. Яғни бұл да негізі ток күшін мен пара-пар деп есте сақтасаңыздар болады. Қайтадан үлкен бармақ ашып тастаймыз 90 градус. Ол Лоренц күшінің бағыты. Бірақ ұмытпаңыздар, бұл мына суретте көрсетілген оң заряд үшін. Теріс заряд үшін болса не істейді? Тек қана күштің бағытын өзгертеміз. Күштің бағыты қарама қарсы бағытқа өтеді. Мысалы, мына жерден сызып көрсетуге тырысайын. Дәл осы алақанның суреті бар деп есептеңдер. V-ның бағыты, B былай бағытталған, төмен қарай. Және бұл жерде теріс зарядымыз бар дейік, теріс зарядымыз. Ол кезде күш, мына күшке теріс бағытта бағытталады. Яғни бас бармаққа теріс бағытта. Оң заряд болған кезде осылай бағытталады, теріс болса соған қарама қарсы. Бұл осы оң саусақ, оң бармақ, оң
сол қол, кешіріңіздер, сол қол арқылы күштің бағытын анықтауға болады. А формуласы BQV. B көбейтеміз, Q көбейту V. Үшеуін тек қана көбейтеміз. Қайтадан суретте мән беріп қарасаңыздар, үшеуінің де арасы 90 градус. Сол кезде ғана бұл форманы қолданасыздар. А 90 градус болмаса не істейміз? Бағанағыдай синус альфаға көбейтеміз. Өйткені сол 90 градус жасайтын проекциясын алуымыз керек. Ол да синусқа көбейту арқылы беріледі. BQV, Лоренц күші, ұмытпаңыздар. Енді жылдамдық пен күштің арасы 90 градус. Бұл кезде қалай қозғалады? Мысалы мынандай, бұны есте сақтау өте оңай. Жер ай айналып жүр, ай қай бағытта қозғалады? Мысалы жоғары, В. Күш қай бағытта? Ол жерге бағытталады, бүкіл әлем тартылыс күші. Сондықтан ол мынандай шеңбер сызып орбитамен айналып жүреді. Яғни жылдамдық пен күштің арасы 90 градус болған кезде ол шеңбер сызады екен. Бұл заряд жылдамдық пен бір магнит өрісіне келсе, ол шеңбер сызып жүреді. Шеңбердің ішіне қалып қояды. Бір R деген радиуспен шеңбер сызып жүреді. Демек, радиусында, орбитасының радиусының немесе шеңбердің де радиусын анықтауға болады екен. Оны көбісі жаттап алып жүреді. Жаттап алады. Мен сіздерге жатта деп айтпаймын, оны оп-оңай шығаруға болады. Зарядқа Лоренц күші әсер етеді, BQV, осын жаттасаңыздар болады. Және ол шеңбер сызғандықтан, шеңбер бойынша айналғандықтан ол жерде центрге тартқыш үдеу бар. Немесе центрге тартқыш күш деп айтып жатады. Центрге тартқыш үдеу дейік, оны білесіздер, үдеу V квадрат бөлу R. V квадрат бөлу R осыған тең болады. Осы жерден жылдамдықты қысқартсақ, қандай формула шығады? B көбейту Q тең болады. Масса көбейтілген жылдамдық бөлінген радиус. Осы жерден радиус неге тең болады екен? B, кешіріңіздер, масса көбейту жылдамдық бөлінген магнит өрісінің индукциясы бөлінген заряд. Міне. Осыны көп оқушылар жаттап алады. Жаттауға тырыспаңдар. Өйткені көп нәрсе жаттаған сайын ұмытылу қалу ықтималдығы көбейеді. Бұл радиус формуласы қайдан шықты? Лоренц күшін қайда теңестірдік? Центрге тартқыш күшке. Оны бәріміз білеміз. mv квадрат бөлу r. Осы жерден қарапайым есепті шығаруға болады. Шеңбер сызғандықтан біз білеміз, ол период деген уақытта бір шеңбер сызады, бір круг жасайды. Оның уақытында табуға болады. Оның формуласында жаттап алып жататындар болады. Жаттамаңыздар. Бұл тұрақты жылдамдықпен айналғаннан кейін ол период негізі неге тең? Сол шеңбердің ұзындығы 2πr бөлінген жылдамдық, x бөлу v. Уақыт емес пе? X бір шеңбердің ұзындығын v-ға бөлсек, жылдамдыққа период шығады, уақыт. Енді жоғарыда r-дің формуласын қолданамыз. mv бөлінген bq. Көріп тұрсыздар, жылдамдық қысқарып кетеді. Сонда соңында 2p бөлінген bk деген формула шығады. 2pm бар, қасында. Міне, мына сіздердің жаттап жүрген формула оп-оңай осы жерден шығады екен. Осыны жаттамай, осылай тез естеріңізге түсіріп шығарып алсаңыздар болады. Бұл период жаңа зарядтың бір шеңбер сызатын уақыты. Период деген білесіздер. Радиусында мына формамен дәлелдеуге болады екен. Лоренц күшін центрге тартқыш күшке теңестіру арқылы. Есеп шығарып көрейік. Егер зарядталған бөлшектің бастапқы жылдамдығы магнит индукция сызықтарына перпендикуляр болса, жылдамдық пен магнит индукциясы перпендикуляр. Демек күш әсер етеді, бұл өткен заряд. Бөлшек бір текті магнит өрісінде шеңбер бойымен қозғалады. А нұсқасын бірден белгілейміз. Тыныштық жағдайда болады дейді. Дұрыс емес, өткен итақты қозғалып келе жатты. Жүзу сызықпен қозғалады, жоқ, оған күш әсер етеді, перпендикуляр, сол үшін шеңбер сызады. Парабола, спираль, дұрыс емес, ешқайсысы. Шеңбер болады. Алтыншы есеп, индукциясы берілген, радиусы берілген протонның жылдамдығы дейді. Енді тесте шығарайық. BQV Лоренц күші неге тең болады? Центрге тартқыш күшке тең болады. Бір жылдамдық қысқарады. Осы жерден жылдамдық неге тең болады? BQR-ды көбейтеміз, бөлеміз массаға. Осы жерден шығаруға болады. 0,1. Зарядымыз бұл бізде протон, ол берілген 1,6 минус 19. Радиусы 10 сантиметр, ол 0,1 метр. Метрмен жазамыз әрқашан.
протонның массасы 1,6, онның минус 27. Енді қараңыздар, оп оңай шығаруға болады. 1,6 1,6 қысқарады, қалғанның бәрі нөлдер, ондықтар. Жауап не шешу керек? Бірден басталатын. Ол бізде д нұсқасы. Бірден белгілесеңіздер болады. Немесе шығарсаңыздар да болады, біз шығаруға тырысайық. Минус 19, үстінде мына жерде минус 2, минус 1, минус 3, астында не бар? 27 бар. Минус 27, қосу 27 болады. Неше шығады осы жерден? Минус 22, минус 20 5 дәрежесі болады. Оның 5 дәрежесі бұл метр секунд әрине. Немесе километр секунд арқылы жазсаңыздар, ол 100 километр секунд болады екен. Жетінші есеп. Массасы белгілі, заряд белгілі, индукциясы белгілі, жылдамдық белгілі, радиусын табу керек. Мен тез жазайық. Лоренц күші, центрге тартқыш күш, бір жылдамдық қысқарады, осы жерден радиус тең болады екен. Масса жылдамдық бөлінген индукция заряд. Массасы 0,1 миллиграмм, оны килограммға ауыстырамыз, минус 3 болса ол грамм болады, тағы минус 3, ол килограмм, минус 6. Жылдамдығы 2 километр, метрге айналдырамыз. Өйткені метр халықаралық бірліктер стандарты өлшем бірлігі. Бөлеміз магнит индукциясы 1 микро, 0,1, зарядымыз 1 микро кулон, микро дегеніміз оның минус 6 дәрежесі. Осы жерден тез жауабын таба аламыз ба? 2-мен басталатын сан болу керек. Қалған бәрі 0-дер. Мына жерде тек қана 2 бар. Мен жауабын 2 метр дейін. Бірден берейін. Шарп көруге тырысайық. Минус 6 қысқарады. Оның 3 дәрежесі ол 1000. Мынаған көбейтсек ол 1 шығады. 2-ні 0,1-ге бөлу керекпіз. Ол 20 шығады. 20 метр. Көп есептерді ұбудыда байқасаңыздар, есепті соңына дейін шығармасаңыздар болады. Яғни бұл бір методтар, бір тактикалар, бірақ кейде шығару керек болады. Сол жерден уақыт үнемдесеңіздер болады. 8-ші есеп. Суретте келтірілген жағдайда индукция белгілі, заряд пен жылдамдық белгілі, магнит өрісінде қозғалып бара жатқан протонға, протон оң заряд әсер ететін күш дейді. Бұған Лоренц күші әсер етеді. 4 саусақты В-ның жылдамдығы, бағыты. Алақанның іші ол неге бағытталған? Камера теріс көрсетіп сіздерге. Ішке қарай бағытталған, камераға қарай бағытталған. Ал мына күш нені білдіреді? Оң заряд болса, осы бас бармақтың бағыты күштің бағытын білдіреді. Бұл оң заряд протон, сол үшін оң заряд дұрыс. Тік жоғары. Тік жоғары бұл жерде қанша жауап бар? Бір ғана жауап бар, даны белгілейміз. Формуласымен есептеуінде қажеті жоқ екен. Негіз ол BQV деген формула. F Лоренц күші BQV 50 миллитесла, милли 10-ның минус 3 болады. Зарядымыз 1,6, 10-ның минус 19, жылдамдығы 200, 10-ның 3 дәрежесі. Енді қараңыздар, 2 мен 5-ті көбейтсек 10 болады, яғни 10-дықтар. Қалғандары 1,6, яғни жауабымыз 1,6, 16-тан басталу керек. Ол біздің демек біздің есептегеніміз дұрыс болады. Дұрыс болып шықты. Тоқтардың магниттік өзара әсерлесуі. Енді бағана бір өткізгішті қарадық. Егер екі өткізгіш болса, екеуінен де тоқ өтіп жатса, екі сым екеуінен тоқ өтіп жатса, бұлар бірін-біріне күш әсер етеді. Неге күш әсер етеді? Өйткені біз білеміз, біріншісі біреуін қарастырайық. Мынандай бір сым бар, одан тоқ өтіп жатыр, Бұның айналасында магнит өрісі пайда болады, магнит индукциясы пайда болады. Мысалы, мына жерде бір магнит индукциясы бар, бағыты бұрғымен есептесек, ол ішке бағытталған, ішке бағытталған. Енді сіз осы жерге басқа бір өткізгіш әкелсеңіз, оның ішінен тоқ өтіп жатса, мына жерде басқа бір тоқ. Енді болған бұл күш әсер етеді, ампер күш әсер етеді. Түсінікті ғой, өйткені өткізгіш бар, тоқ өтіп жатыр, оны сіз әкелесте бір сыртқы бір басқа біреудің өрісіне, магнит өрісіне әкеліп қоясыз, демек ол жерде ампер күш пайда болады. Сол үшін суреттегідей, егер екеуінен де, екі өткізгіштен де тоқ бір бағытта өтіп жатса, олар бірін-бірін тартады екен. Ал егер
токтың бағыттары қарама қарсы болса, біреу төмен біреу жоғары, онда бірін бірін итереді. Бұл ампер күшінен пайда болады. Ол күштерді де мына формамен анықтауға болады. Бұл форма анықтауға болады. Бұл негізі қай формадан шықты? Ампер формуласы, ампер күшінен, BIL. Мына B деген ол бірінші өткізгіштің екінші өткізгіште тұрған жердегі магнит индукциясы. Ал оның формуласы біз бағана көрсеткенбіз. Мынау тұрақтылар, өтімділіктер I1 бөлінген 2πr. Естеріңізде болса. Мынау екінші недегі ток күші, мынау бізде B болып саналады. Оны I2L-ға көбейтеміз, сол кезде мына формамыз шығады. Яғни бұны да жаттамай шығарсаңыздар болады. Көбінесе бұндай есептер кездеспейді, бірақ алдыда шығып қалудан мүмкін. Сол кезде бұл форма қиын, ұзын деп не істемей, мына ампер күшімен оны тез анықтауға болады екен. Енді өтімділік. Естеріңізде ме? Электр өтімділігі деген. Диэлектриктер бар, электр өрісін кернеу әлсірейді, өйткені ол жерде диэлектрик орналасқан деген сияқты. Сол сияқты магнит индукциясы да әлсіреуі мүмкін. Оған неге байланысты? Әрине сол ортамның немесе сол материалдың берілген қасиетіне байланысты. Оны магнит өтімділігі дейді. Ол магнит өтімділігі мынаған тең екен. Магнит өрісінің B деген индукциясының бір текті вакуумдегі магнит өрісіне қатынасы B бөлінген B0. B0 деген ол вакуумдегі. Егер ол жерде вакуум болса, сол жердегі магнит индукциясы B болса, сол ортадағы, мысалы бір орта бар, сол жердегі магнит индукциясы, соның қатынасын біз магнит өтімділігі дейді екенбіз. Оның түрлері бар, ферромагниттер бар, парамагниттер бар, диамагниттер бар. Ол неге байланысты? Ол жаңа өтімділікке байланысты. Өтімділік бірден өте үлкен сан болса, оны ферромагниттер дейді екенбіз. Парамагниттер үлкен бірден, бірақ өте қатты үлкен емес, салыстырма түрде. Соны парамагниттер дейміз. Диамагниттер ол бірден аз болса. Ал ол бірге тең болады. Егер вакуум болса, вакуумда бірге тең, немесе ауада. Ауада да жобамен бірге тең деп аламыз. Бұл өтімділіктер. Ерекше магниттік қасиеттер бар заттарды ферромагниттіктерді деп атайды. Ерекше. Яғни ол өте қатты күшейтіп жібереді магнитті. Ферромагниттік қасиеттер темірде, никельде, кобальтта, кейбір қоспаларда бар. Білесіздер, темір тез тартылып қалады. Магнит жақындатсаң, магнит тез жабысып қалады, қатты сезеді. Кейбір заттар бар, магнитті сезеді, бірақ қатты сезбейді. Әлсіз болады күш. Ол сол ферромагниттік қасиетті не байланысты, немесе магнит өтімділігіне байланысты. Ол өте үлкен сан болса, ол значит, демек тез қатты күшпен әсер етіп тартып алады деген мағынаны білдіреді. Магнит ағыны. Магниттік өрістің B деген индукциясының индукциясы векторының перпендикуляр беттің ауданына көбейтіндісі. Яғни оны F деген символ қолданамыз, ол индукцияны көбейтеміз ауданға. Былайынша айтқан кезде, мысал, магнит индукциясының бағыты болсын, осы мынандай бір ауданды алып жатса, ауданнан өтіп жатса, ол жерде магнит ағыны бар. Яғни ағысы деген сияқты, немесе тығыздығы деген сияқты білдіруге болады, мағыналар бар. Магниттік тығыздығы, магнит индукциясының тығыздығы, қаншалықты тығыз орналасқан деген сияқты мағына енді түсіндіруге болады. Солай есте сақтауға болады. Ағыны, ағысы. Ауданға көбейтеміз. Енді қараңыздар. Мына мен жаңа шеңбер сыздым. Ондай темір де болуы мүмкін, сымнан жасалынған. Оны біз контур дейміз. Дөңгелек контур болуы мүмкін, төртбұрышты болуы мүмкін, әртүрлі. Оны контур деп атаймыз. Егер ондай көп контурлар болса, оны катушка дейміз. Бұл осындай бір контурдың несі болады? Индуктивтілігі болады. Ол жаңа физикалық шама. Соны ток күшіне көбейту арқылы да табуға болады екен. Индуктивтілікті көбейтеміз ток күшіне. Осы екі формула арқылы біз магнит ағынын есептей аламыз. Бұны өте маңызды, есте сақтау керек. Біріншісі өте оңай. Магнит индукциясын көбейтеміз ауданға. Екіншісі индуктивтілікті көбейтеміз айға. Индуктивтілік оны Генри
деген өлшем бірлігі бар. Адамның аты сондықтан үлкен әріппен жазылады. Индуктивтілік электр контурдың магниттік қасиеттерін анықтайтын физикалық шама. Yani электр контурының жаңағыдай сымның тұйықтап қосылған формасы болса, соны контур дейді. Соның магниттік қасиетін білдіретін физикалық шама екен. Бұны да жаттауға тура келеді. Үлкен L-ді қолданамыз. Генри деген өлшем бірлігі бар. Соны тоқ күшіне көбейтсек, магнит ағыны білдіреді. Мысалы, мына жерде бір есеп шығарып көрейік. Өте оңай есептер. Индуктивтілігі L берілген, магнит ағыны белгілі. Магнит ағының біз бағана несін айтқан жоқпыз, өлшем бірлігі, оның өлшем бірлігі V1 болады. Берілген контурда тоқ күші дейді. Магнит ағыны белгілі, Li-ға көбейтеміз. Сонда тоқ күші неге тең? Магнит ағынын бөлуіміз керек индуктивтілікке. Магнит ағыны 4-ке тең, индуктивтілік 2-ке тең, жауап 2 ампер шығады. Бұл нұсқасы. Бұл негізі электродинамика магнетизмге байланысты тақырып өте бір қиын тақырып сияқты елестетеді. Өйткені сондай бір терминдер қолданылады. Бірақ шын қолданысқа келген кезге, есептер шығаруға келген кезде есептер өте оңай, өте қарапайым формулалар. Бұл қарапайым формулаларды есте сақтау керек және көп есеп шығару керек осыған байланысты. Формула ұмытып қалады, егер оны қолданбасаңыздар. Сол үшін күнделікті апта сайын байқау сынақтарға қатысуға тырысыңыздар. Формула, практика, тәжірибе. Бұның тәжірибесі арасында білмейтін тақырыптарыңыз естеріңізге түсіп отырады. Сол үшін менің байқау сынақтарыма міндетті түрде қатысып отырғандарыңыз абзал. Жалғастырайық. Электромагниттік индукция заңы, немесе Фарадей заңы дейді. Бұл суретке қарайық. Суретте не байқап тұрсыздар? Катушка бар. Катушка деген не? Бағана біз айтқан контурдан көп контур, мынандай. Көп орамдары бар контур. Немесе тұйықталған жүйе тоқ өтеді. Мынау бізде амперметр. Амперметр деген тоқты өлшейтін бір құрал. Бұл әзір маңызды емес. Бұл суретте бұл жай тұр, тек қана тоқ өтетінін білдіреді. Жоғарыдан біз нені жақындатып жатырмыз? Магнит индукциясын жақындатып жатырмыз, магнит өрісін жақындатып жатырмыз. Сол кезде электр қозғаушы күш пайда болады, вольт пайда болады, потенциал пайда болады. Яғни контур болу керек, катушка болу керек. Оның несі бар? Индуктивтілігі бар, Бағана Генри деп айттық қой, контурдың. Егер соған қасында магнит өрісі, мынаған мән беріңіздер. Қозғалыста болу керек, немесе өзгеріп тұру керек. Магнит индукциясы өрісі өзгеріп тұрса, астыға төмен қозғалту, соны өзгерту. Соны өзгерткен кезде электр қозғаушы күш пайда болады. Соны Фарадей заңы деп атайды. Фарадей заңы EQ электр қозғаушы күшті табуға болады. Потенциал немесе басқаша айтсақ, E деген сол неге тең екен? Магнит ағынның өзгерісі, дельта деген өзгерісі қаншаға өзгерді, айырмашылығы керек. Соны қанша уақытта өзгерді, 1 секунд, 2 секунд қатынасы электромагниттік индукцияны деп атайды, немесе EQ деп, электр қозғаушы күш деп айтсақ та болады. Магнит ағынның өзгерісін уақытқа бөлеміз, сол кезде электромагниттік индукция пайда болады. Электромагниттік индукция немесе электр қозғаушы күш деп тез жаттасаңыздар болады. Әрине бұл формула бір контур үшін жазылған. Егер сізде катушка болса, көп контур болса, орам санына көбейтесіздер. Қарапайым теңдеу. Бір есеп шығарып көрейік. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5 секунд ішінде 2V1-дан 10V1-ға өзгереді. Жалпы қаншаға өзгерді? 8V1-ге өзгерді. 0,5 секундта нені табу керек? Индукциялық EQ-ны, электр қозғаушы күші. Ол бізде білесіздер, өзгерісі магнит ағынның бөлеміз уақытқа. Ол 2-ден 10-ға өзгерді, немесе 10 азайту 2 дейміз, өзгеріс 8 бөлеміз уақытқа 0,5-ке. 8 бөлінген 0,5 жауап шығады 16 вольт. А нұсқасын белгілейміз. Енді тағы да қозғалыстағы өткізгіштер электр қозғаушы күші, EQ, электр қозғаушы күш. Суретте байқап тұрса, бір өткізгіш бар, сым бар.
еш жерге қосылмаған бұл сымды магнит өрісінің ішінде қозғалтсаңыз, ол кезде не пайда болады екен? Бұл кезде де электр қозғалтқыш күш пайда болады екен. Оны да BVL деген формамен жаттап алуға болады. Магнит индукциясын көбейтеміз жылдамдыққа, көбейтеміз өткізгіштің ұзындығына. Бұл да пайда болуы мүмкін, кейін есептер шығуы мүмкін. Бір есеп бар екен, соған байланысты өткізгіш бар. Магнит өрісінің ішінде соны қозғалтсаңыздар, электр қозғалтқыш күш пайда болады. Ұмытпаңыздар. Мына есеп шығарайық. Электр қозғалтқыш күш неге тең? BVL-ға. 2-ге тең, жылдамдық 20-ға тең, ұзындық 1-ге тең, жауап 40 вольт шығады. Қарапайым, көрдіңіздер. Енді өздік индукциясы деген бар. Магнит ағының өзгерісі өткізгіштерде кернеу туғызуымен қоса магнит өрісіне себептер болған. Катушканың өзінде де кернеу туғызады. Катушка бағанағы неге? Контурдан, көп сымнан оралған. Бұл құбылысты өздік индукциясы. Бұл жаңа формула емес, қателеспеңіздер. Мынаны білесіздер, ағынын қалай сипаттауға болатын еді? BS арқылы немесе индуктивтілік көбейту тоқ күші деп. Мына жерде де мына өзгеру мүмкін, катушканың ішінде сіз тоқты өзгертсеңіз мынаны, онда ағын өзгерген, магнит ағын өзгерген болып саналады. Сондықтан орнына L дельта I деп қолдансаңыздар да болады. Бұл да жаңа формула емес, жаттауға тырыспаңыздар. Осы формула арқылы нені табуға болады екен? Электр қозғалтқыш күшті есептеуге болады екен. Енді магнит өрісінің энергиясы бар, немесе катушканың энергиясы. Катушкадан индуктивтілігі бар, катушкадан ток өтіп жатса, оның энергиясы бар. Ол индуктивтілік көбейтеміз, ток күшінің квадраты бөлеміз 2-ге. Бұны да есте сақтаңыздар. Енді қысқаша қорытындылай кетсек. Магнит өрісі ток өтіп жатқан өткізгіштің айналасына магнит өрісі пайда болады. Оны магнит индукциясы дейміз, B деген формамен қолданамыз. Оны бұрғының бағытымен B-ның бағытын есептей аламыз. Магнит индукциясының оңға бұрып, бұрғының темірін ұшын о тоқтың бағытына сәйкестендіріп, оңға қарай бұрасаңыз, сол сағат бағытында магнит индукциясының бағыты болады. Және оның формуласы бар. Өтімділік, магнит өтімділігі көбейтеміз тоққа, бөлеміз 2πr арқылы есептеуге болады. R деген сол сымнан, сол өткізгіштен қашықтықтағы магнит индукциясын тапқан боласыздар. Егер ток өтіп жатқан өткізгішті бір сыртқы магнит өрісіне әкелсеңіздер, оған ампер күші әсер етеді. BIL. Егер Лоренц күші деген бар. Егер V жылдамдықпен келе жатқан заряд ол да магнит өрісіне, магнит өрісі бар жерге келсе, оған да күш әсер етеді. BQV. Ұқсас формулалар. Егер өткізгіш ештеңе қосылмаған магнит өрісіне оны қозғалтсаңыздар, ол кезде де күш пайда болады. Ол кезде бір секунд. Ол кезде электр қозғалтқыш күш пайда болады. BVL. Жылдамдық, ұзындық. Одан кейін магнит ағынын қарастырдық. Магнит ағыны деген ол индукцияны көбейтеміз ауданға, немесе оны индуктивті көбейту тоқ күшіне. Осылай да есептеуге болады. Электр қозғалғыш күш пайда болады, егер магнит ағыны өзгерсе, уақытқа байланысты өзгерсе, осындай формула болады екен. Бұл осы арқылы электр қозғалғыш күш пайда болады, немесе потенциал пайда болады. Яғни тоқ, свет ала аламыз, былайша айтқан кезде. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.